Сәлеметсіздер ме, құрметті біздің инста көрермендер. Надеюсь, даусым жақсы естіліп жатыр. Қайырлы кеш. Бүгін бізде бір сұрақ-жауап сессиясы болады. Сұрақ-жауап дайын сұрақтарға байланысты сұхбат ретінде. Осыған дейін сіздердің біраз сұрақтарыңызды сұраған болатынбыз. Соларды қазіргі таңда біртіндеп маған қоятын болады. Сол сұрақтарды талқылайтын боламыз. Эфир уақытында егер сіздерден де сұрақ болатын болса, жаза отырасыздар. Маржан сұрақтарды айтатын болады қазір. Қосылуын күтіп отырмын. Рахмет, өздеріңіз қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Барлығы жақсысыздар ма? Футбол көріп жүрсіздер ма? Футбол. Шетелге түсу. Әрине, докторантура бітіретін болсаңыз, ол диплом барлық жерде жарайды. Қайырлы кеш, Маржан, жағдайыңыз қалай? Сәлеметсіздер ме? Жақсы, сіздер қалайсыздар? Жақсы, рахмет. Бүгін Бұрхан ағайға бірнеше сұрақтарым бар. Клиент ретінде, сырттан көзқарас ретінде, өйткені ағай шетелге оқу туралы айтады, бірақ біз ағай туралы көп нәрсе білмейді екенбіз. Сол туралы сұрасам, сіздердің де сұрақтарыңыз менің ойымша өте қызық сұрақтар болады. Өйткені сырттың сұрақтарын қойғым келіп отыр бүгін. Жақсы, бастайық, Маржан. Бірінші маған жалпы көп адамға қызық болған сұрақ деп ойлаймын. Ол қазір Қазақстанда жүрсіздер, отанда жүрсіздер. Сіздің бір балаңыз Шотландияда туылған, біреусі американка, қазір елде жүрген. Қалай? Олардың сезімдері қалай? Сезім керемет, әрине, менің ойымша, потому что олардың өзіндік бастапқыда біз ұшып келгенде қызық, Астанаға ұшып келдік деп айтамыз, потом Алматыға ұшып келдік деп айтамыз, Шымкентке ұшып келдік. Потом олар сұрайды, Қазақстанға қашан барамыз дейді. Бұл жердегі енді кішкентай бала болғаннан кейін қала мен елдің несі арасында да кішкене нелер болды. Кейін келе түсіністікпен түсіне бастады елді, қаланы деген секілді. Өйткені бізде Қазақстан үлкен болғаннан кейін әр жердің климаты бөлек, и как будто бір басқа елге барған секілді сезім болады негізі. Шымкентке ұшып барасың, потом Астанаға ұшып келесің, екеуішімен екі түрлі мемлекет секілді сезінеді балаларға. Біріншіден. Екіншіден, енді Инстаграмда да бөлісіп жатырмыз. Ұл баламыздың өзі, айтқан кезде үлкен ер жігіт болды. Ол да біздің отбасы үшін үлкен қуаныш. Өйткені осыған байланысты қызық жағдай болды. Осындағы достар да бар. Леонид деген досы бар. Сосын Леонид деген досы сұрап жатыр ұлымнан, Хаматтан. Хамат, сен қайда жоқ болып кеттің? 10 күн болды ғой, сені көрмей жатқаныма дейді. Менде операция болды ғой дейді. 6 жаста осындай операция жасайды екен. Сен не үшін жасатпайсың, Леонид деп сұрайды жағы. Сондай бір қызықты комедийный ситуацияларда болып жатыр. Елге келіп, баламның біз негізінде қазақ тілін үйренсін деп көбірек акцент бөліп жатырмыз қазақша. Бірақ досы орыс болып, ол орысша үйреніп жатыр. Леонид ағылшынша үйреніп, бұл орысша үйреніп деген секілді сондай ситуация болып жатыр. Но в целом өте положительный. Балалардың өздерінің несін көруі, өзіңіз айтқан секілді, Шотландияда, Англияда, одан кейін Қазақстанда да Хамат тұрып кетті, 1 жыл, 1 жарым жылдай. Одан кейін біз Америкаға бардық. Енді көпшілік өмірін Америкада өткізді, толыққанды ағылшынша бүкіл нәрсені үйренді. Бірақ осы жаққа келіп, қазақша өлеңдер үйреніп уже сәлем, қалың қалай деп. Сондай. Бірақ баланың жалпы бір тілде ұзақ уақыт бойы ана тілін үйренсін деген емес, бала өзінің ойын шынайы бір тілде жеткізе алуы ең маңызды нәрсе екен. Кей кезде байқап жатасың, ой, мен балам қазақша сөйлейді дегенмен, бала егерде өзінің ойын ашық жарқын жеткізе алмаса, ол біраз не секілді. Сол себептен ата-ана үшін ең маңыздысы баламен
баланың ойын түсіне алу ең бастысы сол деп ойлаймын. Ал тілдің кейін келе тез арада үйреніп кете алатынын мен уже ұлымнан көріп тұрмын. Тек қана ағылшынша сөйлеп жүрген бала бір доспен дос болуының арқасында қысқа уақыттың ішінде, өте аз уақыттың ішінде орысша кәдімгідей сөйлеп кеткені мен үшін шок болды. Сол үшін егер де оның досы жаңағыдай тек қана қазақша сөйлесе, ол да тек қана, бұл енді қажеттілікке байланысты ғой тіл. Бәріміз қазір Қазақстанда не үшін қазақ тілінде сөйлейміз? Қажеттілік, барлығы қазақ тілінде. Кезінде СССР құрамында бәрін орысша сөйлесе, қазір қазақша сөйлеуге мүмкіншілігіміз бар деген секілді. Біз ана ағылшынша мәселесінде солай айтамыз да көпшілікке. Болашақтың мысалы керемет мүмкіншілігі бар, квота бойынша Америкаға баратын болсаңыздар, 3 айлық мүмкіншілік, ол не то, что ар жақтағы мұғалімдер жақсы. Просто сізде қаласаңыз да, қаламасаңыз да ағылшынша сөйлеуіңіз керек ар жақта. Басқа возможность жоқ та. Сіз дүкенге барсаңыз да ағылшынша, көшеде жүрсеңіз де, музыкада, жаңағы бүкіл нәрсе ағылшынша, и сознание уже ағылшыншаға кіреді, и сіздің тіл үйренуіңіз автоматически жеңілдейді деп сол жағын аламыз. В целом айтқан кезде, позитивный влияниялар бар, и келешекте өзіміздің енді жаңа жоспарларымыз бар. Біз енді отбасы ретінде бізді қадағалайтындар біледі. Шетелдегі оқуды, шетелдегі өмірді, мүмкіншіліктерді дәріптейтін отбасы ретінде өзіміздің де жоспарларымыз бар. Соған байланысты біз елге отбасымен толыққанды келмегенімізге, наверное, 3 жылдан асты, 4 жылға жақындады. Содан бері келген жолымыз осы. Қазір қайтадан чемодан жиналып, қазір қайтадан үйдегі китайский пакеттер жиналып жатыр, көріп жатырмыз, иә? Бұл анау бір кісі айтқан екен, бұл өмір 3 күндік деп. Бұл жалған өмір 3 күндік. Сол себептен біресе мұндасын, біресе андасын. Ең бастысы отбасыңа ең тиімді нәрсені ұйымдастыра білу, әр отбасыға үлкен бақыт, қуаныш деп білемін мен өзім. Жаңағыдай әр ата-ана үшін баласы жақсы жерде оқса, достар жақсы болса, ортасы жақсы болса, кейін өз-өзін өмірде тауып кете алса, сол маңызды нәрсе. Екінші мәселе, әрине әркім өз жағынан, екінші жағынан өзінің карьерасын ойлайды, жұмысын ойлайды, табысын ойлайды деген секілді. Екі фактор всегда адамдарды алдыға сүйрейтін. Сол фактор бойынша біздің де отбасы әрекеттерін жасап жатыр. Негізі жаңағы нәрсемен келісем, қасындағы орта қандай болады деп. Өйткені мен ұзақ уақыт шетелде тұрған жоқпын, бірақтан Кореяға мысалы 1 айға барған кезде Сеулда о жақта андай қарбалас өмір ғой, барлығы жұмыс, оверворкинг жасап жүреді. О жақта да сен сол ритмға кіріп кетесің. Таиландқа барған кезде бәрі күліп жүреді. Білмеймін, туысқаның көргенде сені обслуживать ететін или қызметкерлер. О жақта уже сен добрый становишься уақыт өте келе. И магистратура болсын, стажировка болсын, 2-3 жыл мен ойымша өте үлкен пайдасын береді. Мысалы, балаларымен көшіп жатыр. Негізі ата-аналардың несі де негізгі емес, мақсаттарының бірі де сол ғой. Балама жақсы орта бергім келеді, жақсы болашақ бергім келеді деп. Мысалы, сіздің қазір Ақниет Қазақстанда туылып, бастапқыда Қазақстанда оқыды, Хамат пен Хания сол шетелге тұрды кішкентайдан бастап. Енді сіз айтасыз ғой, балалар маған ағылшынды түзетеді, мынау дұрыс емес, мынау былай айтқан дұрыс деп. Ал менталитет жағынан, мышление жағынан қалай айырмашылықтар бар сіздерден? Сол қызық. Ол ағылшын жайына негізі кей кезде кетіп бара жатқан кезде машинада мен қызымды түсінбей қалам, Ханияны түсінбей қалам, бір нәрсе айтады, түсінбейді. Хаматқа айтамын, не деп жатыр деймін. Немесе мынандай сөз, ол қандай мағына береді деп мен сұраймын. И сол кезде маған жауап беріп түсіндіреді, ол мына нәрсені айтқысы келіп жатыр. Ол мынандай нәрсе, мынандай мағынасы, даже мамасына айтып береді. И мен қанша дегенмен мынандай қызық болды. Қызым глиттер дейді да, жаңағыдай. Не ол деймін. Сөйтсем анандай жарқыраған сөйтіп нелерге қосатын нәрселерді сөйтіп атайды екен. Енді бұл мен енді көбінесе кітап оқисың, не оқисың, ол менің биологияма да неме де вообще қатысы жоқ сөз ғой. И сол үшін ол сөзді мен кезіктіруім қиын да, а олар күнделікті өмірде анау нелерінде барлығында білген соң көбірек сөздерді біледі. И сол кезде сондай моменттерінде біледі. Ағылшынша сол үшін балалар садиктен, мектептен бастап үйренген үшін, тіпті Ақниеттің өзі Қазақстанда қанша репетиторға бердік, частный мектепке бердік, но Англиядағы, Эдинбургтағы 4 айдағы эффекті берген жоқ. 4 айда ол судай жаңағыдай ағылшынша сөйлеп кетті да. Ол эффекті берген жоқ. Сол себептен шетелдегі бергеннің плюсы өте көп.
Екінші сұрағыңыз қандай еді? Сұрақтың жауап балалардың арасында бір мышление, менталитет жағынан айырмашылық бар. мышление, мышление жағынан не отбасы ретінде де мысалы бүгін ұлымды мынау недегі дополнительный неге бергім келді. Қазақстанда продленка дейді ғой. Қазақша орысша болатын продленкаға бергім келді. Временно жазу уақытында дополнительно жаңағыдай тілді нені Қазақстандағы жазуды нені үйренсін деген секілді. Соған кіріп шыққаннан кейін барып өзінің ойын айтып жатыр да. Папа, мен бұл жаққа келмеймін дейді. Не үшін дедім? Мынау мұғалімі өте қатал екен, балаларға ұрсады екен дейді. Сонда 15-ақ минут кіріп шықты. Неге? Қалай десем, саған ұрысты ма десем, жоқ, маған ұрысқан жоқ, бірақ аналарға қарады, былай айтты деп жатыр да. Сенің ана жақтағы мұғалімдер ше, жоқ, ол жақта ұрыспайды, ол жақта мынандай, олар былай жасайды деп өзінің несін айтып жатыр. И бұның мәселесі, видите, бұл не ғой, менталитет, и ол тек қана менталитетте емес, қанша баламен жұмыс істейді. Ол жерде мен мұғалімді кемсітіп жатқан жоқпын, но там недегі Америкадағы ситуация бойынша бастауыш сыныптарда немесе нелерде стандарт бар. Мысалы, кіші жас группаларда каждый 6 балаға бір мұғалім болу керек. Өскеннен кейін бар 5 жастан бастап каждый 10 балаға бір мұғалім болу керек. Сонда сыныпта егерде 20 бала болатын болса, 2 мұғалім болады. 20-дан асса уже 3 мұғалім болады. Бұл бүкіл садиктерде, мектептерде дәл сондай механизм. И сол кезде анау мұғалім, тыныш отыр деген сияқты механизммен жұмыс істемейді. Барып, баланың ойын сұрап, көмектесіп, ойнап солай жасайды. И даже мектептерінде, жаңағыдай біздің бірінші сыныпқа баратын болсаңыз, 40 балаға бір мұғалім жаңағыдай азаннан кешке дейін жүреді ғой солармен, шаршайды ана мұғалім, ол мүмкін емес онымен жұмыс істеу. Ал неде ондай емес? Видите, одновременно бір сыныпта там 3 мұғалім болады, 2 мұғалім болады кем дегенде. И олардың балалармен сөйлейді, балаларды тыңдайды, балалармен сөйлеседі. И соған байланысты бала ашылады. Ол жерде мысалы шетелде жүргенде ата-ана жақсы болып кетпейді, бірақ ортаға қарап ата-ана да бейімделеді. Бала сөйлей бастайды, өз ойын айта бастайды. Мен всегда семинарларда бір әзілді айтам. Бір ата-ана баласы ана жақта мектепке барғысы келмейді екен да, мұғалім ұрсады, сондай бұзық бала ғой еще. Сөйтіп Америкада барған кезде сумкасын не қылып бірінші кетіп қалады дейді да, жаңағыдай, сен қайда бара жатсың, мектепті ұнатпайтын ең ғой десе. Мама, мына жақтың мұғалімдері вообще ұрыспайды екен деп айтады дейді да. Баланың өзі соған не қылады. И бұл балада ынтасы ашылады. И бала еркін өзінің ойын айта бастайды, сабаққа қызығушылығын айта бастайды. И сондай факторлардың барлығы положительно әсер етеді. Отношенияның өзі положительно әсер етеді. И бала да саған қарай ойын айта алады. Демократия ғой, былайша айтқан кезде. Бірақ өткенше мен неме айтып жатырмын, әйелім айтып жатырмын, вообще негізі демократия қадағалауы ең қиын жүйелердің біреуі деп. Потому что бала да келіп өзін ойын айта берсе тоже қиын ғой. Сол несі де бар. Мен есіме түсіп кеттім, мен өзім КТЛ-да оқығам, қазақ түрік лицейінде. Бізде мұғалімдер енді бөлінеді ғой, неше түрлі мұғалімдер бар. Адамның типіне байланысты, біліміне байланысты, енді барлығы білімді, бірақтан оқушылардың арасында біз бөлетінбіз. Мынау ағай Englishman, мынау апай шетелде оқып келген деп білмеймін, ол нәрсе байқалатын, өйткені оның сабақтары да басқаша болатын, оның өзін сынауы да басқаша болатын, сөйлеген акценті де басқаша болатын. Бізде ағылшынша болды ғой сабақтар. И сол кезде қазір енді ойланып отырған кезде бәрібір адам өзінің кішкентай бір өмір сүріп жатқан ауылынан, біреудің ауылы Астана болуы мүмкін, Тараз болуы мүмкін, Қазақстан болуы мүмкін, шыққан кезде таңсық нәрселер көреді. И оларды көрген кезде, зерттеген кезде қайтадан елге өзінің сол кішкентай тұрып жатқан жеріне алып келе алады екен. И қазір мысалы шетелде оқу, магистратура, стажировка, сіз шетелдің өмірін айтып жатсыз. Мен ойымша мамандар егер білім алып, білім ғана алып емес, көкжиегін де өзгертетін болса, сондай бір кеңейген мышленияны бізге де алып келе алады деп ойлаймын. Мысалы, сіздің өзіңіз қазір магистратураны Англияда оқып келдіңіз, докторантураны Америкада оқып жатырсыз, и уже PhD кандидат деген деңгейге келдіңіз. Жалпы енді шетелде докторантура, магистратура, қазіргі докторантура мысалы, тоқталатын болсақ алдымен, қалай жүреді? Қандай процесстерден болады? 4 жыл, 5 жыл деп айтады.
қалай болады процесс? Иә, екі негізі докторантураны салыстырар едім мен осы уақытта Америкадағы и Англиядағы. Америкаға көбінесе мысалы докторантураға түсу үшін бір не сұрамайды. Мысалы Америкадағы студенттер бакалаврдан кейін сразу докторантураға түсе алады. Сол себептен бір зерттеу жағынан жоғары деңгейдегіндей талап сұрамайды. Бірақ сонда да негізі Америкада бакалаврды бітіргендер Қазақстанда магистратураны бітіргендерге қарағанда жоғарырақ деңгейде. Сол үшін мен көбінесе айтамын, докторантура жалғастырғыңыз келсе, бірінші барып магистратура оқыңыз, одан кейін барып докторантураға түсу сізге жеңіл болады деп, потому что методика барлығын білесіз деген сияқты. Америкада алғашқы бірінші, екінші жылында міндетті түрде сабақ оқытады. Кәдімгі курстар болады. Курстар болғаннан кейін сізден written examination, oral examination дегендер болады. Яғни ауызша сіз презентация жасайсыз, потом жазбаша определенный нәрсені жазып беруіңіз керек. Сіз дұрыс дайындықпен келе жатсыз ба, соған қарай шешім қабылдайды. Егер бүкіл нәрсе жақсы болатын болса, сіз жаңағындай уже нақты зерттеуге бас қойып, соңғы 3-4 жылыңызды зерттеуге бөлесіз. Американың жүйесі сондай. И ол жүйені структурный жүйе деп атайды, определенный структураға енгізілген жүйе. Англияның жүйесі более такой экспертный жүйе болып саналады. Проектке байланысты, көбінесе профессормен келісіледі алдын ала, бір проект таңдалынады, и сол проектті жасай алатын адамды қабылдауға тырысады олар. Уже магистратурасы бар, опыты бар, сондай адамды қабылдауға тырысады. И ол жақта аз уақытта бітіреді. 3 жыл, 3,5 жыл, 4 жылда бітіреді. Америкада сәл ұзағырақ оқу болғаннан кейін. Англияда сіз сабаққа қатысқыңыз келсе, өзіңіз шешім қабылдайсыз. Кіресіз, қатысасыз, бірақ оған ешқандай баға қойылмайды. Америкада GPA бар болатын болса, PhD студентке. Англияда GPA жоқ. Өйткені PhD студентке ешқандай да не қойылмайды. Курс алу деген сияқты ешқандай талап қойылмайды. Ол жерде определенный уақыт сайын, 3 ай сайын, 6 ай сайын былай не болады, комиссия жиналып, қаншалықты дайындығы бар, соны тексеріп отырады. Жүйе сондай негізінен. Бірақ біз айтамыз, Американың PhD-нің өзінің гранты болады көбінесе, оған түсу, енді университеттің көпшілігі болған соң мүмкіншілік көбірек. Англияда да грант бар, но ол жақта көбінесе олар өздікін алуға тырысады. Шетелдіктерді де алады, но там меньше возможностей, көбінесе болашақпен, егер де Англияда оқитын болсаңыз, тиімдірек деген вариантты айтамыз. Екі жақтында өзінің плюсы бар. Магистратура туралы айтатын болсақ, жалпы магистратура Англияда 1 жылдық, Америкада 2 жылдық. Негізгі екеуінің айырмашылығы сол. Магистратура это оқу, магистратура это стажировка, магистратура это возможности. Более жеңілірек магистратура, PhD мен салыстырғанда. PhD кәдімгідей ғылыммен айналысасыз, аптасының, мысалы аптада сізде қанша 40 сағат па, одан көп уақыт бар ма, сол уақыттың барлығын сіз бөлуіңіз керек. Ал магистратурада ондай емес. Магистратурада сіз сабағыңызды барасыз, главный үй жұмысын орындап тұрсаңыз болды. Самый главный сол. Басқа жоғары талап жоқ. Сол себептен магистратураға барған азаматтар жұмыс істеп те үлгереді, басқа да заттар жасап үлгереді. Процесс жалпы солай. Жаңа нақты сұрақтар болып жатыр екен да, болашаққа гарантия бересіздер ма? Біз Жақсы. Кімнің интернеті нашар болып тұрғанын білмедім. Давайте мен жалғастыра берейін. Болашақтың гарантиясы мәселесі бойынша, давайте мен жалпы болашақтың процесін айтайын. Дайындық процесін. Болашақ процесі бойынша қазіргі таңда біз болашаққа біріншіден до болашаққа оффер алып беруге көмектесеміз. Немесе квота бойынша болатын болса, бірден тапсыруға көмектесеміз. Бірінші процесс. Екінші процесс, ол жаққа қажетті құжаттардың тапсыруына көмектесеміз. ЕГОВ бойынша тапсырылған кезде қандай құжаттар тапсыру керек, қалай тапсыру керек, соған көмектесеміз. Үшінші мәселе, ол жерде қазіргі таңда мотивациялық хат сұрап тұрса, сол мотивациялық хаттың жазылу процесіне көмектесеміз. Төртінші мәселе, SHL, комплексный тестированияға, SHL математика жаңағыдай не болады? И одан кейін вербальный сұрақтар болады. Осы екеуінің біз дайындығын не істейміз? Өткіземіз. Бұл біздегі бар нелер, моменттер.
Одан кейінгі момент интервью процесі болады. Болашақта сол интервью процесіне де дайындаймыз. Қазіргі таңға дейін мен всегда айтып жүрмін, болашақта түсу процентажы өзінің шығарған статистикасы бойынша 25%, яғни бір орынға 4 адам таласып жатыр, оның алдыңғы жылы бір орынға 3 адам таласты. Сол себептен мен ойлаймын, өте жақсы процентаж. Түсу үшін өте жақсы процентаж. И тағы да бір нәрсе, осы өткен жылдан бастап болашақ жылына 2 рет тапсыруға мүмкіншілік беріп жатыр. Бір рет тапсырасыз, өте алмай қалсаңыз, екінші рет тапсырасыз деген секілді. Қазірге дейінгі тапсырып жатқан оқушылар, жаңағы студенттеріміз, талапкерлеріміз алып жатыр. Біз өте ризамыз. Кейбіреулері бірінші реттен алып жатыр. Бірінші реттен аламай қалғандарға біз кейсін қайта қарастырып, қай жерден қате кетті, ACHL-ді нашар тапсырды ма, жаңағы комплексный тестированияны, немесе интервьюдан сүрінді ме, оның барлығын уақытлы біліп отырып, одан кейін барып жұмыс жасап жатырмыз. Әр адаммен индивидуальный өзінің менторы жұмыс істейді. Одан бөлек мен өзім әр азаматпен жеке кездесіп интервьюға дайындаймын. Осындай толыққанды дайындық жасап жатырмыз. Енді конкурс болғаннан кейін біреу ұтады, біреу ұтпайды. Ол жердегі мысалы 100% гарантия берем деген нәрсе ешкім бере алмайды оның. Ол бір Құдайдың қолында, шындығын айтқан кезде. Біздің мақсатымыз качественный дайындық. Егер де не қылатын болса, переподготовка, тағы да тапсыруға. Ең маңыздысы сұрақтың барлығы қолында, ACHL комплексный тестирование, психотестке сұрақтардың бәрі қолында болады. Алдын ала практика жасауға мүмкіншілігі болады. Сабақтарын өткіземіз, апта сайын дайындаймыз и интервьюға да дайындаймыз. 3 тілде сұрақ жауапты тоже дайындап береміз. Ал шетелге оқуға түсу гарантия бар, шақырту алу. Шақырту алуға 100% гарантия береміз. Себебі біз 10-12 университетке дейін анализ жасаймыз. Өзінің түс алатын нақты. Өйткені біздің процесс бойынша бір Dream University, 2 Target и бір Safe University логикасы бар бізде всегда. И соған байланысты 10-12 университетті анализ жасап көрсеткен кезде тапсырғысы келетін адамның өзі таңдайды. Давайте мен мынаны ментормен отырып бірге таңдайды. Өйткені ол жақта университет, бағдарлама, ссылка, қандай талаптары бар, қашан қабылдайды деген секілді факторлардың барлығы дайындалып тұрады. И соған байланысты таңдау жасалынады. Таңдаудың сәйкестігіне байланысты құжаттар дайындалып, анкета толтырылады да тапсырылады. Бұл жерде де енді acceptance rate әр университетте әртүрлі. Сол себепті тапсырған университеттің біреуіне точно түседі. Қазіргі уақытқа дейінгі біздің результат қандай? Тапсырған университетінің барлығынан оффер алып жатқан студенттердің саны 70-80%. Қалған 10-20-сы там 1-2 отказдары бар, бірақ в целом оффері бар. Там вообще оффер алмай қалды деген ситуация болған жоқ. Бізде там 3 университетке тапсырғаннан кейін де оффер алмайған адамға анализ жасап, тағы да бір университеттен шақыртып алған кейсіміз болды. Оның өзі және бір кісі жазды ғой, мен 2-де 71-мен түсе аламын ба деген секілді. GPA төмен бір кісі сондай ситуация болды. Бірақ оның өзін біз қазіргі таңда оффер алып, уже болашаққа тапсырып отырмыз. Сол себептен неде жоқ. Бізде де жаңа кейстер бар. 2 досты бір қалаға түсіру, әйелі мен күйеуін бір қалаға түсіру, көрші университеттерге түсіру, немесе бір университетке түсіру деген секілді ситуациялар да бар. Сол себептен, Негізі гарантия мәселесі менің ойымша спорный момент. Әркім өзінің өніміне гарантия береді. Даже НТ-ға дайындап жатқандар күшлеп дайындайды, бірақ НТ-дан 130-140 аласың ба, алмайсың ба, опять оған гарантия ешкім бере алмайды. Либо дәрі, витаминдар бар. Ол витаминнің дәрінің сапасына гарантия бар, бірақ ертең оны ішіп кеткеннен кейін құлағына таза жазылып кетесің ба, оған да ешқандай гарантия жоқ. Енді әркімнің ситуациясы әртүрлі деп ойлаймын. Бірақ жақсы, то, что шетел шақырту алудың өзіне гарантия бар. Болашаққа конкретно 100% дайындайсыздар. И ол нәрсе уже бақ шабама деген әңгіме келеді. Ал бірақтан, мысалы, сіздер уже 5 жылдай нарықта жұмыс жасап келе жатырсыздар, ресми түрде. Оған дейін өзіңіздің тәжірибеңіз бар, бейресми түсіріп жатқан студенттеріңіз бар. Сонша осы жылдар арасында болашақтың стипендия конкурсы болсын, шетелге жаңа шақырту алу процесінде болсын, өзгерістер қалай болып жатыр? Биыл 26-27 жылы қандай бір өзгерістер күтіліп жатыр? В целом, болашақтың өзі, мысалы, жылда өзгеріп тұрады. Өткен жылы бакалавр болған жоқ, осы жылы қосылды. Бірақ енді определенный кругқа ғана қосылды. Ол халықаралық олимпиадаға қатысқандар ғана болашаққа тапсырады деген секілді мүмкіншілік. Болашақта стипендияның саны артты.
например, стажировка бағыты бойынша саны артты, магистратура бойынша саны артты. Бұл жақсы мүмкіншілік. В целом Қазақстанда ағылшын тілін оқып жатқан адамдардың саны артты. Бұл да жақсы бір көрсеткіш. И осыған байланысты шетелдегі возможностьтар да өзгеріп тұрады. Бір грант болады, бір грант болмайды деген секілді. Қазақстанның даже экономикалық ситуациясының өзі әсер етеді. 2018-2020 жылдары Қазақстанның экономикасы мысалы басқа деңгейде болған кезде Всемирный банктың определенный сколаршиптарына тапсыруға болатындығын, Америкаға грант алу үшін. Қазір ол не емес, мүмкіншілік ондай жоқ, потому что Қазақстан экономикасы жақсы мемлекеттердің ішіне қатарына қосылды да, и ондай сколаршиптер автоматически уже Қазақстанға недоступны болып кетті. Түсінесіз ба? И сондай өзгерістер бар. А в целом әр адамның саласы бойынша қандай мүмкіншіліктер бар. PhD ма? Мысалы, Англияда Find the PhD бойынша тапсырамыз. Америкада каждый университетке кіріп анализ жасап тапсырамыз. Гранттарды қараймыз. Магистратура ма? Магистратураның өзінен бізде тапсырып ішкі гранттарды жеңіп алған ситуациялар көбейді. Алғашында мысалы басқа болатын болса, қазір мысалы басқа да. Тафтс университетінен полный грант. Осы университеттен осындай грант. Жақында ғана шығарып жатырмыз. UPenn-нің өзі не то, что Ivy League бізді қабылдап жатыр. Плюс еще дополнительный scholarship беріп жатыр, да, біздің тапсырып жатқан студентке. И бұның барлығы позитивный моменттер. Біздің де тәжірибеміз жылдан жылға мысалы көбірек адаммен жұмыс істеудің арқасында тәжірибе де көбейіп жатыр. И это тоже біз келешекте келетін клиенттерімізге бұрынға қарағанда да сапалы көмекті беруге бізде мүмкіншілік тиеді. Кезінде мен енді жалғыз өзім көмектесем деген секілді процесс болатын болса, қазіргі таңда команда ретінде, әр ментор адамдармен жеке жұмыс істеуге мүмкіншілік тиіп жатыр. Осыған дейін мысалы мен өзім жеке жұмыс істеуге тырысатын болсам, менен бөлек қазіргі таңда әр клиенттің ментормен жеке жұмыс істеуге мүмкіншілігі бар, одан кейін барып менімен де кездесіп жұмыс істеуге мүмкіншілігі бар. Осындай, яғни бірнеше этаптық не жасауға тырысамыз да, поддержка жасауға тырысамыз. Бір қызық история есіме түсіп кетті. Мен танысым тоже шетелге оқуға тапсырып жатыр, магистратураға. Қайда тапсырып жатырсың десем, Италияға дейді. Күшті. Бәрібір магистратураға, болашаққа, грантқа нететін болса, болашақ Америкаға да грант береді, Британияға да грант береді ғой. Неге сонда тапсырмайсың десем, жоқ, Италия күшті, маған менторым айтты, Италияға тапсыр деп айтты деп. Менторың кім десем, оказывается, менторы Италияда оқып келген екен. То есть осы кезде түсіндім да, адам өзінің көрген жолын ғана айта алады біреуге, өзінің көрген жерін ғана жақсы деп біледі. Қалған ол Американы, Британияны көрмегеннен кейін ол совет бере алмайды, ол жаққа түс, ол көмектесе де алмайды ол жаққа. Сондықтан негізі тәжірибе, білім ауқымдылығы кеңейген сайын ментордың студенттерге де сол пайдасын береді екен. Мысалы, сіздің менторыңызбен сөйлесіп жатқан кезде олар айтады да, Маржан, мен мысалы бір 20 студентім бар делік, айталық, скажем, да, 20 студентім бар, 20 студентім түгел биыл болашаққа кірді, 20 студенттің әрқайсынан қандай сұрақтар келді, дайындағанынан бөлек, на самом деле, емтиханда қандай сұрақтар келді, интервьюда қалай сұрады, ол интервьюер саған қандай тонмен общаться етті, либо SHL-да қандай сұрақтар келді деп мен сұрап алам. И получается, менде 20 адамның как минимум опыты бар. Конкретно қазір болашақта қандай процесс жүріп жатыр, қалай сұрақ қойып жатыр, қандай фидбек беріп жатыр деген секілді. Ал егер адам жалғыз өзі тапсырса, мысалы мен өзімнің ғана кейсімді білем. Мен өзімнің басқа әлемде не болып жатқанын түсіне алмаймын, білмеймін. И опять осы жаққа келген кезде опытқа келіп тіреледі екен. Опыттың алуан түрлілігі, анау ментор мынанан сұрайды, мынау ментор отырып брейнсторминг жасаған кезде біреудің опыты Италияға жақсы, біреудің опыты Англияға жақсы. И сіздің кейсіңіздағы то, что магистратураға Англияда өзіңіз оқып келгендігіңіз, ал Америкада докторантура оқып жатқандығыңыз тоже кейстің, тәжірибенің ауқымдылығына әсер етеді екен. Енді қазір Adikhanov Education'да алғашқы сіздердің студенттеріңіз оқуға түскен мысалы, олар айтады, бізге бәрін өзіміз жасадық, то есть біз жаздық, ағай бізге кері байланысын береді, фидбекін береді, біз қайтадан жазып келеміз, қайтадан естіп келеміз. Олардың плюсы, олар үйреніп шықты барлық нәрсені. Қазір олар сопровождение жасай алады, олар баласын оқыта алады деген секілді. Ал қазіргі деңгейде Adikhanov Education уже 3 тілде ответтерін жазып береді болашаққа. Сопровождение процесі қалай өзгерді және қайсысы тиімді екен? Бұл жерде енді сопровождение уақытында
біздің клиенттеріміздің тағы да бір мәселесі бұл уақытын үнемдеу ғой. Өйткені олардың ағылшын тілін оқып жатқан кезде бір азамат оған университеттерін таңдап берсе, мына университетке тапсырайық деп бағыт бағдар бет көрсетіп, ол өзі кіріп, иә, жақсы университет екен шынымен ақ деп таңдап, өзі қызығып, бағдарламасын алып оқи берген кезде, дальше оның құжаттарын дайындап, ол үшін тапсырып, шақырту алып беріп, одан кейін болашаққа тапсыратын кезде де мотивациялық хатты да бірге жазып, былай жасаймыз, былай жасаймыз. Одан мотивациялық хаттан бөлек сол болашақта келуі мүмкін сұрақтарды 3 тілде дайындап, міне осындай примерно сұрақтар келуі мүмкін, иә, пример. Өйткені ол қатты сұрақтар көп өзгере бермейді, бір-екі дополнительный сұрақ пайда болуы мүмкін комиссияның ойында, бірақ общий сұрақтар түсінікті. Соған байланысты әр адамның кейсіне байланысты жеке-жеке 3 тілде жауапты қазақша, ағылшынша, орысша жасалынады. И одан кейін это рекомендательный характер. Мен всегда айтамын, ол сізге жазып берген нәрсені жаттап алып айтып берудің қажеті жоқ. Бұл сізге это мысал ретінде берілген, да? Сіз анау ойланып қалмас үшін, сұраққа қалай жауап берсем болады емес, көресіз да, дұрыс, давайте я вот это включу, давайте вот это включу деген сияқты өзінің ойымен потом толықтырып, и потом кіреді. Мен сұрақ қоямын, ол жауап береді. Жауап берген кезде мен тыңдаймын да айтамын, давайте бұнаны былай өзгертейік. Потому что сіздің неңізден, аузыңыздан это там реально не звучит, да? Болады ғой енді, как бы, опытына, несіне, әрекетіне, сәйкес келмейтін сияқты сіздің айтып тұрған кезіңіз. Я вам не верю деген секілді, вот, потому что ол это жауап дұрыс емес деген нәрсе емес, потому что дұрыс жауап жоқ негізде, болашақтың интервьюінің сұрақтарына дұрыс жауап жоқ. Кез келген нәрсе айтуға болады, да? Не үшін бара жатсың, қандай мақсат, не үшін мына университет таңдадың деген сұрақтардың ешқайсысының дұрыс жауабы жоқ на самом деле. Өйткені фактор көп қой, мысалы, Гарвардты не үшін таңдадың? Фактор өте көп, мысалы, Гарвардты таңдауға, да, немесе там Нортвестерн университетін таңдауға. Фактор өте көп. Именно қай факторға сен қызықтың, это уже другой разговор. Сен қандай планың бар университетті бітіргеннен кейін? План там грандиозный, әртүрлі болуы мүмкін. Но вот осуществляемый план болуы мүмкін, неосуществляемый план болуы мүмкін, да? И кейбір адамдардың жеткізуінде, да, потому что жеткізе де білу керек қой ол сұрақтың жауабын. Иногда не звучит. Мен айтамын, давайте вот это поменяем. И сол кезде сөйлесе бастаймыз біз адаммен. Не айтқыңыз келді вообще? Қалай айтқыңыз келді? И вот этот сөзбен кішкене дұрыстауға тырысамыз мәселені. И максимально вот это, если органично болатын болса, потому что өзім де комиссия мүшесі болып көрдім, адамдарды тыңдадым, естідім. И самый важный момент ол жақта мен үшін даже не емес тұғын. Енді әр комиссия өзіне қарай шешім қабылдайды. Самый главный нәрсе, мына нәрсені тыңдаған келеді. Но реально оқуға бар жатыр ма, оқуға бар жатқан жоқ па? Соның жауабын білу тұғын мен үшін. Басқа нәрсе маңызды емес тұғын ма? Тыңдап отырасың да, егер де реально оқуға барғысы келіп жатқан адам болатын болса, уже рекомендован қоюға тырысасың. Но в зависимости от кто лучше ответил, соған қарай бағаны ауыстырасың, конечно. Біреуге көбірек, біреуге азырақ, но соған қарай не істейсің. И то же самое здесь. Бізде даже сол методиканы қолданып, менторларымыздың біреуі не болып кеткен, азартқа кіріп кеткен. Я бы вас не рекомендовал деп. Мен ана таблицаны көрдім, там рекомендую, не рекомендую, у него шанс такие деген секілді жазып тастаған расписано. Но это тоже классно, да? Адамдарға да драйв береді. Өйткені мен де өзім кейде таңғаламын. Такие там образованные люди, да, өте тәжірибелі, мықты адамдар, былайша жұмысына қарасаң, тамсанатын адамдар, и сол адамға критика айтып тастайсың да сен. Ол уже Қазақстанда успешный адамдар на самом деле, да. Біреуі там министерствода директор департамента уже қанша жылдық, біреуі там, не знаю, уже главврач қанша жылдық. И сен соған бла-бла-бла деп айтып тастайсың. А на самом деле ол қанша жылдық тәжірибесі бар адамдар ғой уже. Но біздің мақсат ол жердегі не? Болашақтың интервьюіне кірген кезде максимально, чтобы не шығу, да, жақсы дайындалу. Өйткені біз жұмысымызда, әркім өзінің жұмысында қанша жерден бастық болса да, мынандай жерге келген кезде барлығы не? Просто талапкер. И бірдей уровеньге түсіп қалады да барлығы. И барлығы кәдімгі глубине души кішкентай бала сияқты сұрақтарға қойған кезде ұялады, не қылады. Это вне зависимости от должности, там, образования, не. Сол моментке келгенде бәріміз кішкентай бала сияқты стресске кіріп, уайымдаймыз. И сол кезде поддержка керек барлығына. И сол кезде нужно послушать любой адам, да, тыңдау керек, не қылады, ұялады. Потому что мен қанша адаммен кездестім, вроде бы взрослый человек сұрақ қоям да, и сразу ұялып тұрады, қана мен дайын емеспін дейді да.
бір жағынан андай не емес қой, андай мектепте ғана балалар болады ғой, апай дайындалмай келдім деген сияқты да. Ну, как бы сондай атмосфераға кіріп кетеді. Мен давайте дайындалып келейін деп сондай неге кіреді. И это тоже бір жағынан комедийный, бір жағынан, ну, хорошо, давайте дайындалыңыз, былай деген сияқты әңгімелесеміз. Ердің мок тесттарыңыздан кейін болашақтың интервьюі просто обычный не болып қалатын шығар, оларға созвон болып қалатын шығар қаталдықтарыңыздан кейін. Ну, кейбір кезде сондай нәрсе де болды. Ағай, вообще, оңай өтті, там, күліп шықтық деген секілді ситуациялар да болды. Әркімдікі әртүрлі енді. Әртүрлі факторлар бар ғой. Ағай, мысалы, Ұрсып шыққандар да болды. Мен таң қалдым. Немен, ағай, ұрсып қалдықпыз комиссиямен. Сосын барып ода переподготавливаем, например. Бір кісі болды, дәрігер. Неғып қалған ғой. Кто прав, кто виноватқа кіріп кеткен ғой, жаңа. Екі дәрігер сөзге таласып қалған. Сосын барып келесі комиссияға дайындадық оны уже. Ана кезде енді, ну, понятно, что аламайды. Да, ұрсып қалған кезде ешкім рекомендован қоймайды ғой оған. Екіншісінде дайындадық, уже екіншісінде как бы более эмоционально өзін сдержанный не қылып алып шықты, екіншісінде жеңіп алды сразу. Машалла. Ал мысалы ағай, сіз комиссия мүшесі болдыңыз. Мысалы біз қазір былай дайындалу керек деп айтып жатырмыз ғой енді. Бірақ сіз уже экзаменатор болып студенттерді қабылдадыңыз. Енді секрет болмаса, қандай адамдарға сіз рeject, отказ бердіңіз? Енді ол жақта пятибалльная шкала ғой, бірақтан қандай адамдарға аз бердіңіз? Кейс бойынша. Мен, если честно, мен андай даже неған жоқ, қатты қуатқан жоқпын не бойынша. Даже не рекомендованның өзіне, мысалы, рекомендован 3,5 балл тұғын біздің кезімізде. По пятибалльной шкале қояды, 4 фактор бар, біреуі там осознанность выбора, екіншісі теориялық дайындық, практикалық дайындық и кейс стади деген сияқты 4 фактор бар. Әрқайсысына байланысты сұрақтар бар. Барлық сұрақ қоймайсың, бірақ сұрақ қоясың. И в конце сен оценка жасаған кезде өзіңнің неңді қоясың. И маған қатты ұнағаны негізінен болашақтың ешқандай сотруднигі маған хабарласып, ана кісінің балын өзгертіңіз, мынаны дұрыс қойған жоқсыз деп айтқан жоқ. Просто балды қоясыз, астына там өзіңіздің комментарийіңізді жазасыз деді. Ешкімге байланысты неған жоқ. Сол жер маған ұнады негізінен. Мен ойладым, наверняка бір кісі бойынша маған все-таки біреу хабарласатын шығар деп. Нет, ондай ештеңе болған жоқ. Маған қатты ұнаған нәрсе сол. Открыто болды все. Мен ешқандай комиссия мүшесін танымаймын. Кірем, там 5 боламыз ғой. Ешқайсысын танымаймын. Сол кезде көрем, даже таныспаймыз да. Сұрағымыз қоямыз, бағамыз қоямыз да, шығамыз кетеміз. Сондай момент болды. Баға қойған кезде, мен жаңағыдай айтқаным секілді, неге қарадым? Максимальный поддержка жасадым, потому что было видно, кейбірлері уайымдап тұрды, да, кейбірлері там дірілдеп тұрған моменттер болды, әртүрлі момент болды. И сол кезде, егерде шынайы оқуға түскісі келіп тұрған адам болатын болса, соған қарай балл қойдық. Но, конечно, олардың арасында все-таки различие болу керек. Мысалы, рекомендованның өзінде мен разница жасауға тырыстым. 3,5, там 3,75, 4, 4,25, 4 деген сияқты примерно пландап қоюға тырыстым. Потому что ана жерде нақты осознанность выборға осынша деп балл қою қиын. Өйткені 5-ақ сұрақ немесе 7-ақ сұрақ қойылады, оның барлығын ананы. И примерно просто не істеу керек болады. Логика бойынша сондай болды. Я не помню, мен қандай адамдарға не істегенімді, но были люди вообще не готовы. Өте андай адамдар болды. Стажировкаға байланысты андай адамдар болды. Вообще дайындықсыз келген адамдар болды. А че, не сұрайын деп жатсыңдар, бізге просто шақыртып алып берді, кіріңдер деді, сол үшін кіріп жатырмын деген адамдар болды. Организация просто кіргізе салған ғой, стажировкаға шақыртып алып берді, кіргізе салған, вообще дайындалмаған, сондай адамдар да болды. И оған, соответственно, уже не қоясың, не рекомендован қоясың деген секілді. Ағылшын нашар адамдар болды. Мысалы, ағылшынша сұраққа жауап бере алған жоқ. Оқу несі ағылшынша, ол ағылшынша жауап бере алған жоқ. И получается, не соответствует требованиям. Соған байланысты балл қойды. Сондайлар болды. А так, максимально объективно, честно болуға тырыстық енді, мүмкін болғанша. Ал мысалы қазір сіз өзіңіз дайындап жатырсыз болашаққа. Ой, Бұрхан ағай биолог қой, ол өнер саласын дайындай алмайды ғой, мен лучше басқа адамға барайын деген секілді пікірлер болуы мүмкін. Немесе мен маркетинг саласындамын ғой, ағай биология саласында, ол кісі мені дайындай алмайды деп ойласам, осындай пікірге қалай қарайтын едіңіз? Біріншіден мен өзім 2000
2007 жылдан бері образование саласындамын, білім саласындамын да. Это өте үлкен преимущество деп ойлаймын, өйткені мен өзімнің оқушыларымды мектеп уақытынан байланысты өте көп направлениялар бойынша дайындадым. Там профориентация жасап түсуіне көмектестім. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, 2022 жылдан бері өте көп направленияға біз адамдар түсірдік. Мен өзім каждый біздің командаға жаңа направление қосылған сайын бізде міндетті түрде ол нәрсе менімен советоваться етіледі. Потому что стандартный нәрселер уже кете береді. Там education, образование, TESOL, там деген секілді, инженерный, project management, engineering management, IT, AI. Жаттаған шығарсыздар уже, қай университет, қай мамандық. Кете береді. Ал енді жаңадан бір мамандық келетін болса, уже ақылдасамыз командада. Қайда тапсырамыз, қалай тапсырамыз деген секілді моменттер болады. И сол себептен қазірге дейін бізде искусство да болды, басқа да нелер болды. И одан бөлек біз жылда қаншама адаммен мысалы семинар өткіздік. Алғашқы жылдар есімде біздің 2023 неде біз өте активный ол кезде, потому что енді клиент саны қазіргідей көп емес, ол кезде өте активный не өткізетін тұғым, семинар өткіземіз. Ай сайын кем дегенде 200, кей кезде біз мысалы Zoom-нан қосымша не аштырып 500-500-ден көп адамды бір семинарда өткізген уақытымыз болды. Одновременно. И сол кезде, например, менің 1 сағатқа жоспарланған семинарым 3,5-4,5 сағатқа созылып кететін тұғын. Өйткені әр адамның кейсі бойынша сұрағына жауап бересің, и сол кезде кейстер әртүрлі болады. И соған байланысты определенный опыт жинақталды деп айта аламын. Но все-таки, қанша дегенмен, мен тоже келісемін, то, что неге байланысты, мамандыққа байланысты тоже айту керек. Мысалы, біз честно айтамыз, осы уақытқа дейін келіп, осы мен тапсырғандарыңыз болды ма деген кезде біз честно айтамыз. Сіз бойынша біз тапсырған жоқпыз, біз сізге көмектесе алмаймыз деген айтқан кейстарымыз болды біздің. Өйткені бізде көп адам келеді ғой уже. И оның уақытын жоғалтудың қажеті жоқ. Ол кісінің де біздің де. И сол үшін біз кез келген адамға байланысты кейсін қарастырамыз, айтамыз, не жасай алатынымызды, не істейтінімізді, и ашық бүкіл нәрсе. Образованиядан бізде өте көп кейс бар. Инженерный саладан да, IT болсын, мұнай газ болсын, жаңағыдай связь болсын, өте көп кейс бар. Биологиядан өте көп кейс бар. Медицинадан өте көп кейс бар. Осылардың барлығын, мысалы, астын сыз айта аламын. Басқа салалар, өнер саласынан тоже бар, бірақ өнер саласы это шетелге көп түсетін саланың бірі емес, негізінен. Аз адам келеді, но бар. Жыл сайын 3 адам, 5 адам келіп тұрады. Примерно. А так басқа саладан адамдар өте көп. Мысалы, жаңа адам көбейді деп жатырсыз ғой. Егер компанияда адам көбейетін болса, сапа төмендеп кеткен жоқ па? Жоқ, енді адам көбейді деген кезде определенный количество көбейді. Это ондай, как называется, миллиард адам тапсырып жатқан жоқпыз. Сол, алғашқы 2023-те бізде егер 10 адаммен жұмыс істеген болсақ, қазір қалай оларды қабылдау процесі өзгерді? Қалай дайындап жатырсыздар? Бізде қазір менен бөлек жалпы Нью-Йорк университетін бітірген, тамамдаған Әйгерім ханым бар. Бүкіл жаңа командаға жауап беретін менторлармен бірге сөйлесіп, кейстардың барлығын қарастыратын сол кісі бар. Одан бөлек әр азаматқа дайындайтын жеке менторларымыз бар. И менторлардың нәтижелері өте жақсы. Мысалы, қазіргі кезде UPenn-нен, Колумбийский университеттен, Норс-Истерн, Чикагодағы университет, Флорида, Калифорниядағы университеттердің офферларын алған кезде бұл өте жақсы нәтижелер. Біз бұл менторларымыздың барлығын, командамыздың барлығын осы жылы оқыттық. UC Berkeley'де бітірген жақсы эссеисті шақыртып оқыттық. Одан бөлек өзім жаңағыдай каждый раз кездесіп, не істеген кезде, дайындаған кезде Әйгерім ханымның несімен бұл команда өте жақсы сапалы түрде тәжірибе жинақтады. И соның нәтижесінде көріп жатырмыз. Бізде даже командадағы атмосфера до того жақсы болды. Өткен жылы бізде тек қана ментор емес, ментордан бөлек менеджер, жаңағыдай немесе продажа бөліміндегі менеджерларымыз да шетелдік университетке түсіп, болашақты жеңіп, солай кетіп қалды. Атмосфера өте позитивно повлияла. То, что шетелде оқуды ойламаған адамның өзі, зачем это деген секілді. Сөйтіп бізге просто жұмысқа келген адамның өзі келіп, көріп,
өзі мотивация жинақтап, тапсырып, түсіп, дайындалып, солай жасаған адамдар да бар. И ол да өте жақсы нәрсе да, өте біздің өткен жылы мысалы өте қатты қуандық. Осы жылы да мысалы қуанышты нелеріміз бар. Біз адамдардың наоборот өз-өзін дамытуға, алдыға қойған мақсаттарын орындауға ұмтылғанына біз қуанамыз. Ол наоборот қуанышты жағдай деп ойлаймыз. Негізінен біз секілді компаниядағы азаматтар өздері де сондай алдыға ұмтылатын адам болатын болса, басқаларға да жақсы энергетика мен мотивация бере алады. Мына қазір халықтың арасында репутация маңызды ғой бәрібір. Әртүрлі компания бар, и сіздердің Бурхан Адиханов Education компаниясы халықтың арасында рынокта заботамен жасайтын компания ретінде танылған. Солай сіздердің клиенттеріңіз болмаса да, болса да солай қабылдайды екен. Бурхан ағай дертленіп дейді ғой, уайымдап, кәдімгідей сен үшін алаңдап жасап береді жұмысын деп. Осындай бір титулдарыңыз бар екен, оказывается. Енді магистратура, жалпы докторантура бойынша бізде екі кейс болуы мүмкін. Біреуі ағылшыны уже бар, немесе IELTS сертификаты бар, жоқ, деңгейі 6,5 деңгейде, примерно upper intermediate. Екіншісі ағылшын деңгейі жоқ. Скажем, elementary, pre-intermediate. Енді осы екі топтағы адамдар шетелге оқуға түсуді жоспарласа, олар қазір қандай процестен өтеді? То есть дедлайн бойынша қандай уақытқа үлгереді? Біз нені де қарадық. Бітірген университетіне де байланысты. Мысалы, бүгін бір Астана IT университетін бітірген қызбен, әкесімен сөйлесіп жатырмыз. И жақсы нәрсесі, осы секілді университеттерде справка алуға болады, ағылшын тілінде оқыды деген. И оларға андай возможность береді, да? То, что Америкадағы, Англиядағы определенный университеттерге без IELTS, без Duolingo тапсырып түсуге мүмкіншілік береді. Ол қандай университеттерге? Болашақ. Енді оны қазір бұлай айта салу дұрыс болады деп ойламаймын, потому что каждый адаммен индивидуально жұмыс жасау керек. Бұл неге де байланысты ғой? Мамандыққа да байланысты ғой. Бір университеттегі екі түрлі департамент, екі түрлі талап қою мүмкін. Сол себептен қазір многословный болмасы үшін каждый адам келген кезде, мен даже бүгінгі күнге де кездескен қызымызға да айттым, біз сізге анализ жасап береміз, 10-12 университет анализ жасаймыз, и даже requiremenттар тұрады, талаптары тұрады. И соған қарай сіз өзіңіз шешім қабылдайсыз. И одан кейін барып уже тапсыра беруге болады. Бұл сондай процесс. Мысалы, СДУ болсын, Астана IT болсын, Назарбаевский университет болсын, КБТУ, КИМЭП деген секілді, қай жерден ағылшын тілінде оқыған болса, Казгуда да бар да, кейбір адамдар қазақша, ағылшынша оқиды деген секілді. Справка келеді, тапсырамыз, и университеттің талабына сәйкес уже шешім қабылдауға болады. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе уровеньге байланысты. Қазір мынандай нәрсе өте көп. Мен определенный уровеньдамын деп ойлап, бірақ шындығында басқа уровеньда болған адамдар бар. Сол себептен самый главный мәселе уровеньді анықтағаннан кейін, мынау Duolingo 120 ұпайды, немесе IELTS-тан 6,5-7 ұпайды, немесе IBT TOEFL-дан определенный ұпайды қанша уақытта жинауға болады. Осыны мұғаліммен бірге ақылдасады. Скажем, intermediate уровені 2 айдың ішінде результат шығаруға болады. Июльдің аяғында уже результат шығаруға болатын болса, spring, яғни көктемде, январда басталатын программаларға тапсырып, шақырту алуға болады. И сөйтіп болашаққа тапсырып, уже январда кетуге мүмкіншілігі бар. Өте көп адамдардың дәл қазір келетін болса, январ 2027 жылы оқуды бастауға шансы бар. Болашақтың стипендиясын қоса алған кезде. Дәл жаңағыдай неге қалай айтам, бүгін біз осы жылы оқуды аяқтап, Инстаграмда былай бөліскен Айжан ханым жазғы біздің кездесулердің біреуіне қатысып, 2023 жылы жаңағыдай IELTS-ын бізде как раз июль айында алып келеді. Июль айында біз құжаттарын дайындап тапсырамыз, августта уже submission болады. 2 аптадан кейін Ратчерс келеді шақырту ретінде, потом Джордж Вашингтон келеді, и потом Джорджтаун университет келеді. Ратчерспен біз болашаққа тапсырып, болашақтың стипендиясын жеңіп аламыз, и Джордж Вашингтон мен Джорджтауннан өте жоғары дәрежеде грант бөлінеді. Там 37 000, 42 000 доллар деген секілді грант бөлінеді. И сол кісі екеуін салыстыра отырып өзі шешім қабылдайды. Мен Джордж Вашингтон университетіне сол университеттің грантымен барамын деп шешім қабылдайды, солай кетеді. Солай бітіріп шықты. И өте қуанышты, өткенде өзі жазып 2 жылдан кейін рахметін айтып жатқан кезде мен өте қатты қуандым. Рахмет деп, өзінің суретімен, балаларының суретімен бөлісіп, жаңағыдай не істеген кезде біз
өте қатты қуандық, өте несіне, нәтижесіне. Дәл сол секілді қазіргі хабарласқан адамдарды оқуға түсіріп, ішкі грант болсын, болашақ болсын, тағы да басқа мүмкіншілік, визасын барлығын алып бергеннен кейін, ол кісілермен 2028 жылы біз бітірдік деген секілді, немесе 2029 жылы бітірдік деген үлкен қуанышты бірге ортақ тойлаймыз деген мәселе бар. Сол үшін қазір егерде бір кісі хабарласатын болса, 27 жылы оқуды бастап кетуіне мүмкіншілігі бар. Болашаққа да үлгереді, оффертті алып үлгереді деген секілді. Егерде уровені преинтермедиат сәл ұзағырақ дайындық керек болатын болса, январда бастамайды, күзде бастайды. Мына нәрсені дұрыс түсіну керек. Біз асығамыз, иә? Давай деген сияқты. Бірақ мәселе асығуда емес қой, мәселе нәтижеде. Ең соңғы нәтижеде. Иә? Нәтиже, соңғы нәтижені болашақты жеңіп, оқуға бару, иә? Бір ай алдын, бір ай кеш. Январда или августта. Там разница небольшая. Потому что өткен жылы, мысалы, январ үшін болашақты жеңіп алғандар бізде. Потом болашақты жеңіп алғаннан кейін, болашақ жеңгенге дейін асықты. Болашақ жеңгеннен кейін барып, рефералын алып, августқа дейін визасын алып, асықпай, августқа енді барамыз деп пландап жатыр. Түсінесіз ба? Бұндай нелер бар да, мен түсінемін, потому что пока неғанға дейін, жеңгенге дейін іштегі уайым болады. Жеңіп алғаннан кейін адамдар наоборот расслабляться етеді да. Асықпай қойып, қайда кетеді дейсің, Америка деген секілді. Ақша неде, қалтада болашақ стипендияны төлеп тұр. Енді асықпай тапсыра береміз деген секілді. Оның да несі бар. Өткенде Жансая ханым сіздерге интервью берген, сол кісінің сөзін тыңдап отырсам, ол кісі айтады, мен 2 жыл бойы дайындалған, 3-ші курста қателеспесем, сіздерге келіп обратилась, сөйтіп 4-ші курстан кейін тапсырған. Ол айтады, қалай енді, как ваше ощущение десек, сіздің интервью, нені қарадым, ютубтағы нелерін қарасам, ол айтады, мен тапсырғаннан бастап, я уже представляла, как я буду в конце, сіздерге интервью беріп отырамын Бұрқан ағайға, өзімнің грантымды, магистратураға оқуға түскенімді, Америкаға кетіп бара жатқанымды, Америкадан сторис салып жатқанымды, визамды алып жатқаным бәрін елестеттім дейді көзге. Негізі визуализация. Иә, визуализация деп айтады ғой. Ол дінмен қарасаң да, психологиямен қарасаң да, адамның ресурсы, фокусы қай жерге бағытталады, ниеттеледі. Ол соған қарай алып барады негізі. Оның күш-жігері де, оған жолдан кездесетін жағдаяттардың өздері де сол өзінің мақсатына алып барады. Мысалы, асығу деп жатырсыз ғой. Болмай қалсашы, андай болып қалсашы, жоқ мен ауырып қалсамшы, аяғым сынып қалсашы, там визадан отказ алып қалсам, шақырту келмей қалсашы, адам мысленно соған қарай тартынып тұрады, и сондайға әрекетке алып келетін жағдаяттарды өзіне тартып тұрады екен. Сол нәрсені байқадым мен. Енді ағай, хорошо, 2027 жылға оқуға кетеді бұл магистранттар, бірақ сіздерде research проект бар, яғни зерттеу жұмысы бар. Америкадағы профессорлардың сіздер оқушылармен, кәдімгі Қазақстандағы 9-шы, 10-шы, 11-шы сыныптармен отырып, зерттеу жұмысын жасайды. Өткенде бір баланы көрдіңіз, тоже сіздің парақшаңыздан, қолмен дронды басқарады деген секілді, немесе биология, дизайн жағынан. Research проект, ол Америкада дамыған екен. Оқуға түсу үшін Қазақстанда сіздер ғана жасап жатырсыздар, иә, қателеспесем. Енді research проект деген не, ол кімдер үшін, қалай, ол керек па вообще? Research программа ретінде әртүрлі нелері бар. Америкада өте қатты дамыған. Америкада вообще в целом университеттердің қоғаммен байланысы өте қатты дамыған. Не то, что research қатты дамыған. Ол жерде, мысалы, университет қоғаммен, яғни мектеппен болсын, сол ортадағы мектеп оқушыларымен, басқалармен өте көп мүмкіншіліктер ұсынады. Олар сондай ретінде өзінің қоғамдағы рөлін солай анықтайды. Бізде Қазақстанда ол барып диплом алатын жер болып қабылданған ғой. Қазақстанда университет. Ол жерде олай емес. Біраз оның рөлі бөлек, қоғамдағы рөлі бөлек. Кәдімгі қоғамдағы бүкіл жауапкершіліктерді өзінің мойнына алады. Там дополнительная подготовка болсын, там дополнительный сертификат жинау болсын. Мысалы бізде дополнительный там повышение квалификация, сертификат, анау-мынауға басқа жерлерді іздеп жүреді. Университетте ондай мүмкіншілік жоқ, потому что университет ондай жауапкершілікті Қазақстанда алмаған өзіне. Ондай нәрсені, не знаю, ондай неге қалыптаспаған. Ал сол нәрсенің барлығы шетелде, әсіресе Америкада, барлығы университетте. Сол үшін, егерде адам бір нәрсені оқу десе, ол жақта сразу автоматически университет.
И то же самое, ресерчке де байланысты сондай, өте көп проекттер бар. Мен өзім Калифорниядағы үлкен конференцияға қатысқан кезде өте көп нәрселермен таныстық. И сол нәрсенің біреуін біздің бакалаврда жасап жатқан оқушыларымызға давайте осындай мүмкіншілік ұсынайық, жасап шығайық деп сондай нәрсені жасадық. 2023 жылдан бері мектеп оқушыларына арналған бізде зерттеу несі бар, research program дейміз. Біз 3 айлық бағдарлама. Бала келеді, топтың ішінде жаңағыдай Америкада ғылыми зерттеуші, ол университеттегі ғылыми зерттеуші болуы мүмкін, зерттеу институттағы ғылыми зерттеуші болуы мүмкін. Сонымен жұмыс жасайды. Қазіргі таңда Корнелл университеті, Аризона Стейт университеті, University of California, Сан-Диего секілді университеттерден, Питтсбург университеті, сол жерден бізде ғылыми зерттеушілер бар. Солармен бірге оқушылар кездесіп, определенный жұмыстар жасап жатыр өзінің саласы бойынша. Сіз айтқан секілді A-writing бар, жасаған бір оқушының, прокторинг бар, Zoom-дағы, потом eye contact несі бар да, там бала басқа жаққа қараған кезде там не істейді деген секілді. Одан да бөлек әр баланың өзінің қызығушылығы, идеясына байланысты жасаған проекттер бар. И самое главное, ол жердегі даже проекттің қаншалықты қызықты болып болмаған емес, бала өзінің идеясын реализация жасауы, соны проект ретінде кодинг жазып, бір нәрсені жасап шығуы и проект жасау өте жақсы туынды да. Ең жақсы нәрсесі ол бірінші сол нәрсе. Екінші нәрсе бұл сол проектті жүргізген ғылыми жетекшіден университеттің атынан рекомендациялық хат ала алуында. Сол рекомендациялық хатты алу арқылы бізде қазіргі таңда көптеген балалар америкалық университеттерге түсу процесі жеңілдеді деп айта аламын. Сразу там топовый университеттер оффер бере бастады. Питтсбург оффер бере бастады, Миннесота, Twin Cities оффер бере бастады, North Carolina State University оффер бере бастады, Калифорниядағы университеттер оффер оңай бере бастады деген секілді. Флоридадағы университеттер, Бостондағы, Нью-Йорктағы, Чикагодағы университеттерге балалардың түсуі и грантты жеңіп алу уже жеңілдей бастады. Почему? Потому что мектептегі имтихан нәтижелерінен бөлек определенный уже академический подготовкадан өткені туралы доказательство пайда болды балада. И это өте үлкен плюс. Одан бөлек біз, конечно, преп бағдарламасы уақытында тағы да басқа нелерге тапсыруына, дайындалуына біз не істейміз? Итермелейміз. Там Lumiere Education'ге тапсырыңыз, Pioneer Academics'ке тапсырыңыз, немесе басқа университеттің өзіндегі Summer Programs, Pre-College Programs'қа тапсырыңыз деп бағыт бағдар беріп, кім көмектеседі, ментор көмектеседі, эссе жазуға көмектеседі деген секілді. Ал research проекті, сіз айтып жатсыз, американдық профессорлар баламен жұмыс жасайды деп. Енді олардың зерттеулері бар, жұмысы бар, ответственность бар, олар басқа деңгейде деп мен түсінемін өзім профессор болғаннан кейін. Қалай олар сізбен, оқушылармен, кішкентай балалармен жұмыс жасауға келісті? Негізінде оңай болған жоқ, олар түсінген де жоқ негізінен біздің қалап жатқан нәрсемізді бастапқыда. И бірте-бірте как бы жұмыс процесінде уже бұл нәрсе қалыптасты деп айтсақ болады. Бірінші фактор оңай болғаны, то, что Америкада бұл нәрсе итақты бар, сол фактор бұл процесті оңайлатты. Екінші фактор, біз куррикулумды, оқу бағдарламасын соған қарай сәйкестендірдік, и бір кохорттан бір рет жасап шыққан адамға екінші рет жасау уже оңай болды. Қазақстандағы балалар, получается, мынаған қарағанда мынаған көбірек көңіл бөлу керек деген нәрсені не істеді. И үшінші нәрсе, біз өткен жылы нені қостық? Қосымша жаңағы Америкадағы біздің ғылыми зерттеушілерден бөлек Қазақстаннан Назарбаев университетінен қосымша TA деп айталады, олар teaching assistant, яғни негізгі профессордың көмекшісі ретінде қосымша балалармен кездесулер өткізді. И осы өте көп пайдасын тигізді. Балалармен там практический занятиялар жасап, вот это нужно так сделать деген секілді моменттермен көмектесті. И сол нәтижені жақсартты. Ал research, получается, оқушылар 9-10-11 сыныпта қатысады, и олар соңында рекомендациялық хат алып шығады профессордан, және де бұл Америкаға, Британияға, жалпы шетелге оқуға түсуіне тікелей көмектеседі. Солай ғой? Иә. Өйткені академический подготовкасының нәтижесі көрініп тұрады сол жақта. Жақсы, түсінікті. Рахмет көп ағай, барлық сұрақтарыма, білмеймін, барлық сұрақтарыма жауап алу мүмкін емес, өйткені сұрақтар өте көп, ауқымды шыға береді, артын зерттей берсең, бірақ мен ойымша өте көп нәрсе талқылаған сияқтымыз. Сізге рахмет, Маржан. Мына жерде оқырмандардан мен байқадым, біздің сұраққа жауап бермейсіздер ма деген секілді. Басқа да эфирлер өткіземіз, ол жерде сіздердің сұраққа көбірек көңіл бөлетін боламыз. Бүгінгі біздің таңдаған сұрақтарымыз общий, бізде там сториста байқаған болсаңыздар, сұрақ жауапты жинадық та, соның ішінен определенный сұрақтарды талқыладық. Маржан, сізге де көп рахмет.
Рахмет сізге, сәттілік. Жақсы. Құрметті көрермендер, бүгін біраз сұрақты талқыладық. Қазір бұны сақтап қоямын өзімнің Инстаграм парақшама. Егер де пайдалы ақпараттар болды деп тапқан болсаңыздар, өздеріңізге де сақтап, пайдалы деп тапқан азаматтармен бөліссеңіздер де болады. Сау саламат болыңыздар. Әлі де эфир өткіземіз алдағы күндерде, и ол кезде сіздердің жеке сұрақтарыңызды да қарастыратын боламыз. Сау саламат болыңыздар.